Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Тіл жөнінде күрес жалғасуда. Қазақстанда, қазақ жерінде ұлтшылдар бірігіңдер. Ұлтшыл болу деген ол басқа ұлтты жек көру емес. Ұлтшыл деген ең алдымен өзі ана тілін қорғау. Қазақтың өзіміздің намысымызды, елімізді, жерімізді қорғау білу. Құлдық санадан құтылайық. Кейін кезде осы әлеуметтік жерлерде көріп жатам, бір өзге ұлттың адамын салып, мақтанып жатады, сол адам қазақша біледі деп. Неге Ресейде орыстар, Түркияда түріктер қазақ неге мақтамайды, біздің тілімізді біледі деп. Бірде бір ұлт, басқа ұлт бізді мақтап жатыр деп мақтанбайды. Бұл құлдық сана. Бұл өзі тарихын, өзінің кім екенін білмейтін адам ғана біреуді айтып мақтанады. Ана біреу, бір ұлт бізді мақтап жатыр деп соған мәз болады. Ол өзінің кім екенін білмейді. Мәңгүрт қой. Бұл айтқанда тарихын білмейді, мәдениетін білмейді, жалтақтап жүреді. Сол бір адам бізді мақтаса, басқа ұлт соған мәз болады. Мыналар бізді мақтап жатыр. Біз осындай екенбіз ғой дегендей. Ой, бейшара деген келеді соларға. Бейшарасындар ғой. Өз ұлтыңды, тарихыңды өзің білсең, саған ешкімнен қажет жоқ біреудің мақтағаны сенің. Ең алдымен өзі тілін жақсы білу керек. Өз тілінде сөйлеу керек. Тек қана өз тілінде. Мына Facebook, Instagram, TikTok бәр жерде мен тек қана қазақша сөйлеген, қазақша жазғандарды ғана оқимын. Орысша сөйлеп тұрғандарды, орысша жазып жатқандарды оқығым келмейді, шын айтсам. Болды ғой, жетеді ғой. Қашанғы жүресіңдер, шүлдірлеп, өзге тілде, өз жеріңде. Мына көшеде келе жатсаң, автобусқа мінсең, самолетке мінсең, пойызға мінсең, 99% қазақ, бәр жер қазақ. Бірақ қарап тұрсаң, бәрі орысша сөйлейді ғой. Бәрі орысша сөйлейді. Өзің ұяласың. Шетелге барсаң да тек қана қазақ жүреді орысша сөйлеп. Басқа ұлттың бәрі тек қана өз тілінде сөйлейді. Сондықтан намыстарың болса, қазақша сөйлеңдер.